кәдімгі бірінші сабақтың өзінен қанша впечатление болды да менде машаллах. Сол альхамдулиллах не андай дұрыс моментте дұрыс сұрақтар қоятын да, тура маған именно андай керек, как будто ты меня чувствуешь бар ғой ше. Сонымен не и мен мимо ана айттым ғой, мен уже қанша болды жасқалы бері өзімді жаңағыдай психологияны зерттеп неғып жүрмін деп. И біраз андай бүйтіп өзім догадкаларым болады, может быть мынандай примерно мынандай сияқты, бірақ енді оны қалай жұмыс істеймін, қалай істеймін, не үшін ондай дегендерге түсінбейтін едім да. И соларды уже сен айтқан кезде сарт мимо келді да, точно осылай ғой, иә, өйткені менде мынандай ой болды, и сен как будто подтверждаешь это, и потом выход беріп тұрсың да маған қалай шығу керек деген сияқты. И это то же самое миға қонымды ше, мысалы кейбір адамдар практикаларда айтқан кезде миға қонымсыз практикалар да, енді жаңағы енді білмеймін ғой, әркімнің методы әртүрлі, может өзімнің ол адам басқаша ма әйтеуір миға қонымсыз, дым сезілмейді, маған сондай болатын ше. Жоқ ешнәрсе сезе алмадым, істей алмадым деп айтамын да постоянно. Сөйтіп соларды айтамын. Жанат, не айтып отырғанымды ұмытып қалдым ғой. Сол короче сондай бір андай не еді, есіңде айттым ғой, бір волнаға түскен сияқты, коннекшн болған сияқты.